Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Сіздермен Әсел. Бүгін сіздермен өте керемет, өте дәмді, тойымды қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөк дайындайтын боламыз. Мына келіп жеткен Рамазан айында өте таптырмас тойымды тағамдардың бірі болары сөзсіз. Бізге ең алдымен қажет нәрсе бұл сөк. Тары деп те айтады, екінші атын бұны Қызылорда жақта сөк деп айтады. Осы сөгімізді жақсылап мусордан негізі тазалап аламыз. Содан кейін барып қана судың астына қойып 2-3 қайтара жақсылап жуып аламыз. Мен осы сөкті 3 қайтара жудым. Жақсылап жуғаннан кейін міндетті түрде сүзгімен сүзіп алыңыздар. Жуу барысында байқайсыздар, қанша жерден таза әдемі болып көрінгенмен жуған кезде қаншама кірлері шығады, яғни шаңдар. Сол үшін ерінбей 2 қайтара 3 қайтара жақсылап жуып алғандарыңыз жөн тазалап. Бұл майсөктің главный козырының өзі осы сөктің өзінде, яғни жақсы тазаланғандығында және де жақсылап жуылғандығында. Сол үшін тағы да айтамын, өте жақсылап таза қылып жуып алыңыздар. Майсөкті дайындап бастаған кезде сразу газға шәйнектеріңізді қойып қойыңыздар, толтырып. Тазалап, пока оны жуып, суын сорғып бітем дегенше сіздердің шайларыңызда қайнайды. Қайнап тұрған ыстық суды үстіне құямыз. Үстінен 1-2 елі асырып құйсақ жеткілікті осы сөктің үстінен. Видеоны бірінші қарап алыңыздар, міндетті түрде. Содан кейін барып қана жасауға кірісіңіздер, сонда өте түсінікті және оңай жасайтын боласыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қайнап тұрған ыстық суды құйғандықтан өте абай болыңыздар. Жақсылап аккуратно құясыздар. Видеодағыдай бетінен кішкене ғана асырып құйсаңыздар жеткілікті. Содан кейін бетін крышкасымен жауып қоямыз ыдыстың. Суды құйып болғаннан кейін мен қасықпен кішкене араластырдым. Бірігіп қалған жерлердің бәрі ашылып, біркелкі жақсы болып пісіп шықсын деп. Бетін жауып 30-40-45 минутқа қойып қоямыз, яғни бетін ашып көреміз жарты сағаттан кейін. Егерде біздің майсөгіміз 2 есе ұлғаяды, яғни көтеріліп үлкейеді және де өте жұмсақ болып уже пісіп тұрады. Видеоны жақсылап қараңыздар. Міне біздің майсөгіміз 2 есе үлкейді және де өте жұмсақ болып бәрі ісініп пісіп тұр. Енді ішіндегі астында қалған артық суларды арылып төгіп тастауымыз қажет. Бұл жерде де өте сақ болыңыздар, абай болыңыздар, себебі біздің ыдысымыздағы ыстық қайнап тұрған су екенін ұмытпаңыздар. Ол 30 минутта да оңайлықпен суы қоймайды. Содан кейін бізге міндетті түрде мына жерде көрсетілмей қалыпты 2 қабат, яғни су тартатын жақсы мата керек болады. Өйткені біздің сөгіміз кебу керек, құрғақ болып кеп тұру үшін астына міндетті түрде 2 қабат, 3 қабат матаны қойып барып, осылай видеодағыдай жайып шығасыздар біркелкі қылдырып. Сонда біздің сөгіміз кеуіп, прям күшті өзінің формасына келетін болады. Міне барлық сөктің бәрін жайып біттім. Сөкті осы күйінде мен где-то 1 сағат или 2 сағатқа қалдырып қойдым, басқа жұмысымды істей бердім. Ара-арасында көріп тұрдым. Уже кішкене кебіңкірегеннен кейін, негізі араластырып тұрсаңыздар да болады. Кебіңкірегеннен кейін осылай жан-жағын бәрін жинап, мен уже ыдысқа салдым. Көрдіңіздер ма, біздің бағанағы кішкентай ғана сөгіміз қандай үлкен объемный болған. Прям бір тойдың дастарханын атқаратын үлкен майсөк болғалы тұр. Мен бұны негізі Наурыз көжеге қонақ шақырғанға арнайы жасаған болатынмын.
Мен рецепттің ссылкасын видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Міндетті түрде қараңыздар. Міне кепті біздің сөгіміз. Енді осының үстіне қант салдым, және де үй жағдайында комнатный температурада еріп тұрған сары майды салдым. Содан кейін жақсылап араластырасыздар аямай. Бір-біріне араласу керек. Басында біздің қантымыз кішкене кітірлеп тұрады, бірақ бетін жауып қойғаннан кейін бір жарты сағатта уже өзінің формасына келіп, өте керемет майсөг шығады. Осымен біздің майсөгіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоға лайк қойып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.